Бәріне сәлем, менің есімім Алишер, және де осы видео сабақтарда сіздерге жасанды интеллект арқылы бағалауды автоматтандыратын платформаларды талқылайтын боламын. Оның ішінде негізгі 3 платформаны талқылаймыз. Негізгісі бұл Gradescope деген платформа болады. Бірақ одан бөлек біз тағы да Turnitin және де Examnet деген екі платформаны қысқаша айтып өтетін боламыз. Бірақ негізгі фокус Gradescope деген платформада болады. Енді бұл платформаларға қатысты біз не айтамыз? Жалпы бұл қандай платформалар, олар не үшін қажет, оның қандай плюстары бар, қандай минустары бар, ол қалай тексеру, болмаса білім беруді тексеру немесе бағалауды қалай автоматтандыратын талқылайтын боламыз. Одан бөлек кері байланысты қалай осы платформалар арқылы ыңғайлы балаға жеткізуге болатын талқылайтын боламыз. Одан кейін бұл платформалар біздің рутинный қайталанатын жұмыстарды қалай тездете алады, яғни біздің мұғалімнің уақытын қалай үнемдеуге көмектесетінін талқылайтын боламыз. Одан бөлек енді тағы да басқа қандай функциялар бар екенін талқылаймыз. Ол платформа арқылы қалай анализ жасауға болады, жасанды интеллект ассистент ретінде қалай қолдануға болады, топтық бағалауды қалай істеуге болады. Бұның бәрін Құдай қаласа көретін боламыз. Енді негізгі процестерде біз платформаның өзіне қалай тіркелуден бастаймыз. Платформаға қалай тіркелу керек екенін сіздерге көрсетемін. Мен жаңадан бір аккаунтпен сіздермен бірге тіркелетін боламын. Одан кейін ішінде жаңа бір сабақ ашу, жаңа курс ашу, соны көрсететін боламын. Біз жаңадан бір курс ашатын боламыз. Үлгі ретінде, бір мысал ретінде. Одан кейін курстың ішінде қандай настройка, баптаулар бар екенін көреміз. Одан кейін айталық бір емтихан алғаннан кейін сол емтиханды қалай бағалау керек екенін сізге процестің бәрін көрсететін боламын. Одан кейін бағалап болғаннан кейін ол нәтижелерді қалай көреміз, қалай талдау жасаймыз, қалай оны балалармен бөлісеміз деген нәрселерді бірге көретін боламыз. Және осының бәрін бітіргеннен кейін мен өз жеке кеңестерімді, неше түрлі ұсыныстарымды айтатын боламын. Және де одан бөлек біз қысқаша бірнеше тақырыптар бар. Бұл видеоны қолданған кезде қандай шорткаттарды, яғни горячий клавиші дейді ғой, жұмысты кішкене тиімдірек қылуды қалай жасау керек екенін айтам. Неше түрлі аннотациялар, сосын bubble sheet деген нәрсе бар, жауап парақтары, соны қалай қолдануға болатынын көрсетемін. Қандай сабақтарға, қандай пәндерге қолдануға болатынын сіздерге айтып өтетін боламын. Одан бөлек Gradescope-тың мысалы мобильді қосымшасы бар, соны қысқаша айтып өтетін боламыз. Жалпы негізі материал өте көп, соның бәрін осы видеоларда жеке-жеке сіздермен бірге талдайтын боламыз. Және де ең соңында бәрін қорытындылағаннан кейін сіздермен неше түрлі пайдалы ресурстармен бөлісетін боламын. Және де сіздермен осы платформаларға егер сұрақтарыңыз бар болса, сол платформаға қалай хабарласуға болатынын жеке сіздерге түсіндіретін боламын. Егер сіздер дайын болсаңыздар, сабақтарымызды бастайық.